Баршаңызға сәлем достар. Бүгін ташкентский шайдың демделуімен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қара шай және көк шай керек болады. Құрғақ немесе пакеттегін салсаңыздар да болады. Лимон тілімдері, алдын ала жуып дайындап қойған жалбыз, яғни мята. Қалауыңызға көріп көбірек салсаңыздар да болады. Және де бір қасық мед, таза мед. Тәттіні қаласаңыз тағы да 2-3 қасық салсаңыздар болады. Неге осылай? Енді қайнаған суды құйып, біздің шайымызды демдеп қоямыз. Неге осылай? Қайнаған суды құйып, 5 минутқа шайымыз шыққан жауын қойып қоямыз. Жауып. Өте дәмді, ароматты сіздерде шай шығады. Ең бастысы барлығы табиғи. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Және де каналға тіркеліп, видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.